Бала мектепте тіркелген, бірақ сыныпта жоқ. Жауапкершілік кімде? Осы соңғы уақыттары осындай бір деструктивті діни идеологияны ұстанатын азаматтардың ата-анасы, өздері ұл қыздарын мектепке берген кезде мынандай жағдай болып жатады. Мәселен, қыздар орамал тағу мүмкін, мемлекеттік оқу орындарында орамалға рұқсат бермеуі мүмкін. Тағысындағы бірнеше себептері бар. Сөйтсе өзінің қаласынан басқа мектептегі жеке оқу орындарына барып өткізеді. Яғни мектепке барады, осына шақыру талонын көрсетеді, ал әлгі басқа жеке меншік мектепке тіркейді, сөйтеді, менің балам осы мектепте оқып жатыр дейді. Бірақ бала басқа қалада. Яғни фактически тұрғыда ол бала сыныпта отырған жоқ, тіпті сабағы онлайнда емес. Бұл жағдайда қандай жауапкершіліктер қозғалады? Білесіздер ме? Біздің ата заңымызда былай дейді. Қазақстан Республикасының неке, ерлі-зайыплы және отбасы туралы кодексі 70 бап 3 тармағында былай дейді. Ата-аналар баласының міндетті орта білім алуын қамтамасыз етуге міндетті. Ал бұл міндет орындалмаған жағдайда Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 409 бабы 2 бөлігі бойынша ата-ананың жауапкершілігі қаралуы мүмкін. Енді осы тұрғыдан алған кезде ата-ананың негізгі міндеті ол қыздарын қандай да бір білім беру мекемесіне тіркеп қою ғана емес, ол баласының шынымен де білім алып жатыр ма, білім алып жатқан жоқ па? Көрдіңіздер ме? Сондықтан осы дүниені ескеріп, әрбір ата-ана Қазақстан Республикасының баласын, яғни орта біліммен қамтамасыз етуге міндетті. Ал егерде манағыдай жалған әрекеттер анықталатын болса, бұл мәселе әкімшілік жауапкершілікке алып соғуы мүмкін.